Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өте дәмді шпажкада екі түрлі салмамен дәмді самса дайындаймыз. Ол үшін кеңірек ыдысымызға 700 грамм ұнымызды електен өткіземіз. 350 грамм жылы суымызға бір ас қасық тұз салып, жақсылап араластырып, қосып, қамыр илейміз. Қамырымызды жақсылап иін қандырып иілеп, бетін жауып, жарты сағатқа тындырып қоямыз. Тынған қамырымызды екі бөлікке бөліп, жақсылап илеп аламыз. Ең алдымен бірінші бөлігімізді жұқалап жаямыз. Әдемілеп жұқалап жайып алған соң, қамырымызды жинап алып қоямыз. Екінші қамырымызды да тура осылай жұқалап жаямыз. Осылай жұқа қылып, біркелкі қылып жайып алдық. 250 грамм сары майымызды микроволновкада немесе водяной баняда ерітіп, қамырымызға жағамыз. Сары майымыз салқын болу қажет. Бәрін жақсылап жағып алған соң, бірінші жайып жинап қойған қамырымызды үстінен бір тегіс қылып жайып шығамыз. Арасында сәл ауа қалып кетті, ол ештеңе қылмайды. Қалған сары майымызды қамырымыздың бетіне жағып шығамыз. Осылай қамырымызды жайып болған соң жинаймыз. Рулеткаға орап, бетін жауып, тоңазытқышқа, яғни холодильникке 3-4 сағатқа немесе бір түнге қойып қоямыз. Салмамыз дайындаймыз. 250 грамм сиыр етін ұсақтап турап, оған бір бас пиязымызды ұсақтап турап қосамыз. Және бір шай қасық тұз, және жарты шай қасық қара бұрыш қосамыз. Бір шай қасық ұсақталған зіра және кепкен бір шай қасық ас көк қосамыз. Бір ас қасық петрушканы ұсақтап турап қосамыз. Менікі мұздатқыштан шыққан. Бәрін жақсылап араластырамыз. 2 ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Бірінші салмамыз дайын. Екінші салмамыз дайындаймыз. 200 грамм тауық етін ұсақтап тураймыз. Оған бір бас пиязымызды аршып, ұсақтап турап қосамыз. Бір шай қасық тұз қосамыз. Жарты шай қасық кориандр және бір шай қасық кепкен сарымсақ қосамыз. Бір шай қасық паприка қосамыз. Паприка менде копченый. Сәл араластырып алып, кішкене сұйық май қосамыз. Бәрін жақсылап араластырамыз. Екінші салмамыз дайын. Қамырымызды тоңазытқыштан алып, осындай кішірек бөліктерге бөліп, дөңгелек қылып дайындап аламыз. Оқтаумен сәл оны сеуіп, дөңгелек қылып жаямыз. Жайып дайындап алған қамырымызға салмамызды салып түйеміз. Бірінші осы тауық етімен түйіп дайындайтын боламыз. Түйу жолы тура дәл видеодағыдай. Осылай бір саусағымызбен қысып, екінші саусағымызбен осылай жинаймыз. Ең соңында осылай қысып түйеміз. Түсінікті болу үшін тағы да екіншісін көрсетейін. Түйілу жолы өте оңай. Қалған самсаларымызды да дәл осылай түйеміз. Яғни сиыр еті қосылған салмамен де осылай дөңгелектеп түйіп алған самсаларымыздың бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, тауық еті қосылған самсаға ақ күнжіт, сиыр еті қосылған самсаға қара күнжіт сеуіп, қызып тұрған духовкада 180 градуста
35-40 минут пісіріп аламыз. Самсаларымыз пісіп суыған соң, шпажканы соңынан осылай түйреміз. Сол кезде шпажкаларымыз қарайып күйіп қалмайды. Осылай екі шетіне сиыр етін самсасын, ортасына тауық етін және осылай тауық ортасына сиыр етін самсасын түйреп дайындасаңыздар болады. Дайындап көруге кеңес беремін. Дәмі де түрі де өте ерекше, әдемі болып шығады. Менің арнамда бұдан да басқа әдемі дәмді самсалардың рецептері бар. Кіріп көрсеңіздер болады. Рецептерім ұнаса лүпіл басып, пікір жазсаңыздар өте қуанышты боламын. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.